Оқушылар, тағы да сәлематсыздар ма? Балалар, бүгін бізде сынып сағаты. Сынып сағатындағы біздің тақырыбымыз төтенше жағдай кезінде. Яғни, сіздер үшін төтенше жағдай деген ол қазіргі мына келіп жатқан вирус, барлығымыздың қашықтықтан онлайн үйде оқып жатқандығымыз сіздерге бір тосыннан болған жағдай болғандықтан төтенше жағдай кезінде деген тақырыпты алып отырмын. Бұл кезде біздер барлығымыз бірге болуымыз керек, үйден шықпауымыз керек және ата-анамыздың айтқанын мұқият тыңдауымыз керек. Бұл төтенше жағдай кезіндегі ең бірінші біздің қапаланған сәтіміз ол қашықтықтан оқудағы баланың міндеттерін білу. Бұрын сіздер қашықтықтан онлайн сабақ өтпегендіктен, кішкентай екінші сынып болғандықтан сіздерге өте ауыр тигенін біліп отырмын. Сондықтан да мына міндеттерді жадыларыңда сақтасаңыздар, ата-аналарыңа да, маған да үлкен көмек болар еді. Біріншісі, өзіңнің күнделікті күн режимін жасау. Таңертең ерте тұру, балапан көру, одан кейінгі барлық күн режимін жасап қойсаңдар. Екіншісі, сабаққа уақытында қатысу. Сабаққа қатыспай жүрген балаларға арналған сұрақ: сабақты тыңдағанда мұқият, сабырлы, шыдамды болу. Бұл менің жіберген видео сабақтарымды шыдамдылықпен, сабырлылықпен тыңдауымыз керек. Себебі маған ол жіберген тапсырманың тез және жүйесіз орындағандарың емес, нәтижесі керек. Және ол тапсырманы маған кешке жіберсеңіздер де, түнде жіберсеңіздер де, маған қолдарының жазуларың әдемі, таза, мұқият, түсінгендіктеріңді білдіріп, нақты жазсаңыздар, осы маған осы үшінші сұрақтың нәтижесін сол жерден көретін боламыз. Ата-аналарыңа салмақ салмау және тыңдау. Бұл жерде ата-ананың айтқанын тыңдау ең бірінші тізімде тұрады. Бұл жерде ата-анаңыз сізге видеоны қара деді ма, бір емес видеоны 2 рет, 3 рет қайталап қара десе, ата-анаңның айтқанын тыңдауың керек. Сабақты орында деген кезде орындауың керек. Себебі үйде сіз жалғыз емессіз, сізден басқа да бауырларыңыз бар. Сондықтан да ата-аналарыңызда бір телефон болса, соны түсіністікпен қарап, өз сабағыңды орындап жіберіп, келесі ініңе немесе қарындасыңа телефонды берулеріңді сұралады, тыңдау керек деген сөз. Және бұл жерде келесі сұрақ: ұялы телефонды шама келгенше тек сабаққа пайдалану. Ұялы телефонды сабақ жіберген видеоларды қараң, және видеоларды қарап болғаннан кейін сол видеоларға кері байланыс ретінде тапсырмаларды және түсінбеген жерлеріңізді маған аудио арқылы жазуға болады. Сабақты мұқият орындап болғаннан кейін телефонды ата-аналарыңызға қайтаруларыңыз керек. Бұл ұялы телефонның біз қазір қашықтықтан сабақ оқуға керек құрал ретінде пайдаланып отырмыз. Бірақ бұл ұялы телефонның адам өміріне тигізетін кері әсері бар екенінде естен шығармаңыздар. Келесі соңғы сұрақ: тапсырманы мейлінше өзін орындаған дұрыс. Бұл сұрақты барлық ата-аналар да, оқушылар да өте жақсы біледі және түсінеді деп ойлаймын. Енді балалар, осы сұрақтарға өздерің ойланып, ой електерінен өткізіп, үнемі сабақ барысында ойлап жүрсін деген бағытта сұрақтарды қойып отырмын. Маған қуанышты күндер сыйлағандарың үшін сіздерге рахмет. Мен сіздермен мақтанамын және менің оқушыларым айтқанды тыңдайды деген ойдамын.